енді мен сіздерге отбасы туралы айта кетсем, өте таусылмайтын кең ауқымды тақырыптардың бірі десем де болады. Отбасы дегеніміз ол бір шағын мемлекет. Әрбір балаға отбасында берілген тәрбие өте өзекті, өмірінде кездесетін маңызды қадамдардың бірі десем де болады, отбасында алған тәрбие. Сол жөнінде мен сіздермен кішкене тренинг ойнасақ деп шештім. Қазір маған бір 4 ата-ана келсе, 4 ата-ана өз еркімен ойнанып айтқан күрделі емес, сондықтан өз ерктеріңізбен. Бұл тек қана ойын. Нұрбақ кітапханаға барсыз. Сіздер бір үйдің баласы деп алсақ, енді осы балаларға бас көз болатын ата-ана керек. Тағы бір адам өз еркімен келсе. Шығайық. Тағы бір өз еркімен. Енді ойын шартымен түсіндіріп кейін, ойынымыздың тақырыбы кедергілер деп айтылады. Сіздердің көздеріңізді жұму арқылы қазір мен көздеріңізді байлаймын. Енді қолыңызды нақсыны ена ойыз. Сіздер нақсыз. Екі қолыңызды екі ена ойыз. Олай бұрылып. Екі ена, екі қолыңызды қойыңыз. Сіз ата-анасыз. Сіз жүрген жолмен ол қызыңыз жүріп келе жатыр. Мынау өмірдегі кездесетін әр түрлі қиындықтар. Сіз былай тұрасыз, ақша қолыңызбен осы кедергілерден сүрінбей балдарыңызды артыңыздан ілестіріп жүруіңіз қажет. Ерелеңдеп өзіңіз жүріңіз, балдарыңыз бастайсып жүреді. Мынау кедергілер мейлінше балдарыңыз орынбауға тырысса әрине жақсы. Бұл айтып тұрғанымыздай өмірдегі кездесетін әртүрлі қиындықтар. Бір кісі аяғы тиді. Құлатып кеттіңіз. Екінші балаңызда. Бірінші балаңызда тиді. Тағы айналып жүріңіз. Артықшын айналып жүре беріңіз. Айналып артық кеттіңіз. Сабырлы, салмақты ана екенсіздер. Алдарыңызға қарасаңыздар, сіздерде өмірде сіздердің жүріп өткен жолдарыңызбен балдарыңыз жүріп келе жатқанда оларға әртүрлі қақтығыстар тап болды. Әрқайсыларыңыздың аяғыңыз тиді, құлаттыңыз. Ол деген балдар келіспейді.
қанша дегенмен әртүрлі кедергіге бір балаңыз болмаса да, екінші балаңыз болмаса да, үшінші балаңыз дәл сондай қателіктерге ұрынуы мүмкін. Ал енді мен ата-ана ретінде сізді кез келген отбасында ата-ана ретінде ол әр балаңызға өмірде осындай кездесетін әртүрлі қиындықтардан сақтанып жүру керектігін түсіндіріп, түсіністікпен өмір сүруге шақырамын.